Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге осындай ұлттық жилетканың ең оңай түрін тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен бізге баланың размері керек болады. Мен 4 жасар балама тіктім, бірақ Google'дан интернеттен 5 жасқа арналған өлшемдерді өзіме жазып алдым. Ең бірінші бізге кеуде айналымы, бел айналымы, бөксе айналымы, мойын айналымы, одан кейін белге дейінгі ұзындық, иықтың ұзындығы және глубина проймы, ол бізге қолтық ойындымыздың ұзындығы қажет болады. Ол өлшемді сіздер өз балаңызды өлшеп алсаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты Google'дан көріп, стандарт өлшем бойынша тіксеңіздер де болады. Пішу үшін бізге осы айналымдарды 4 бөлікке бөліп, оны плюс 2 см еркіндікке қосатын боламыз. Немесе одан да кеңірек қылғыларыңыз келсе, плюс 3 см, 4 см дейін қосуға болады. Кішкене кеңірек, келесі жылда киетін етіп тікілеріңіз келсе, мойын ойынысынан да, қолтық ойынысынан да кішкене 1 см-ге, 1,5 см-ге ойыңқырап алғандарыңыз дұрыс болады. Жилеткамызды пішу үшін біз қағаз бетіне немесе матаға түсіретін боламыз осы өлшемдерді. Бірінші түзу сызық көлденең сызып аламыз. Сол сызықтан біз белге дейінгі ұзындықты, бұл жағдайда 27 см-ді астына қарай сызып, түзу сызық етіп сызып аламыз. Одан кейін қолтық ойынысының ұзындығы 14 см-ді сызып аламыз. Бұл жерде бізде кеуде айналымының өлшемі, одан кейін бел айналымының өлшемі сызылатын болады. Белден төмен қарай 14 см етіп бөксе айналымына дейін түстім. Одан кейін бөксе айналымы өлшемі сызылатын болады көлденеңнен. Осы сызықтарды бір-біріне қосып аламыз. Одан кейін біздің басты бірінші көлденең сызығымызда мойын айналымын 4-ке бөліп, одан 2 см-ді алып тастаймыз. Сол кезде бізде 5 см-ді белгілеп алып, сол нүктеден иықтың ұзындығы 8,5 см стандарт бойынша соны сызып аламыз. Сол сызып алған бөліктен астына қарай 1,5-2 см етіп түсіп, қиғаш иығымыздың ұзындығын қосып алатын боламыз. Сол бөліктен біз қолтық ойындымызды жасап шығаратын боламыз астына қарай. Біз бірінші артқы бөлігін сызып жатырмыз. Мойынымыздың белгіленген жерінен астыға қарай 2 см түсіп, мойын ойындымызды да сызып алатын боламыз. Осы сызылған бөліктерді 1 см тігіске қалдырып кесіп шығамыз. Одан кейін біз келесі мен матаға түсіріп жатырмын бірден. Сол үшін біз матаның ворсына қараймыз. Менде ворсы астына қарап тұр. Сол артқы бөлігімізді алдыңғы бөлігіне қойып, осылай бормен сызып белгілеп аламыз. Одан кейін қолтық ойындысына келген кезде 1,5 см-дей қолтық ойындымыз ішке қарай ойыңқырақ болады. Соны бормен белгілеп алып, тура қайталап сызып кесіп шығатын боламын. Одан кейін жилеткамыздың модельдеу процесіне кірісеміз. Бұл жерде сіздер мойын жағынан немесе иық жағынан модельдеп артық сантиметрлерді алып тастасаңыздар болады. Осы жағдайда көктеп балаңызға кигізіп көрсетіп, қай жері артық сізге келсе, осы жерден модельдеп алуға болады. Мен жилетканың иық бөлігін кең емес, кішкене кішірек ету үшін иық жақ бөліктерін 1,5 см-ге кесіп алып тастадым. Одан кейін біз алдыңғы бөлігін оюмен сәндейтін боламыз. Бұл менде дайын аппликация. Астында клеймен ыстық үтікпен басып жабыстырып аламыз. Одан кейін үстінен тігіп шықсаңыздар да болады. Дәл осы пішкен бөліктерді қайталап, таза хлопок матадан осылай подкладкаларды кесіп алдым. Одан кейін жилеткамыздың алдыңғы артқы бөліктерін, шеткі тігістерін 1 см-ден тігіп алып, қосып шығамыз. Кейін жилеткамыздың оң бөлігі мен подкладкамыздың оң бөлігін бір-біріне қойып, қолтық ойынысын, одан кейін жилетканың алдыңғы бөлігін 1 см көлемінде тігіп шығамыз. Одан кейін қолтық ойындымызды осылай матамыз тартылып қалмас үшін 1 мм жеткізбей насечке жасап аламыз. Содан кейін алдыңғы бөлігін осылай оңға қаратып, артқы бөлігіне кіргізіп, велюр жағына, подкладка матасын подкладка жағына қаратып алып, осылай қолмен реттеп, иық бөлігін қосатын боламыз. Бұл жерде бізге ине қадағыштар керек болады. Сол инемен қадап, қазір 1 см тігіс түсіріп, артық тігістерді алып тастап, одан кейін оңға қарататын боламыз. Мына жерде мен уже тігіп алдым. Артық тігістерді алып тастап, оңға қаратқанда осындай аккуратно иық бөлігі тігіліп шықты.
Енді бізде подкладкамыздың шеткі бөлігінде осылай 10 сантиметрдей орын қалдырған болатын. Түкпей, бұл біздің жилеткамызды тағы да теріс қаратып, астыңғы бөлігін 1 сантиметр етіп түзу етіп тігіп шықтық. Енді барлық жилеткамызды осы тігілмеген бөліктен оңға қаратып аламыз. Одан кейін ол бөлігімізді 0,2 мм көлемінде бастырып тігіп аламыз. Содан кейін жилеткамызды жақсылап үтіктеп, біздің дайындап аламыз. Жилеткамыз уже дайын. Өте жеңіл тігілетін түрі бұл. Ұл балаларға алдына крючокты қолмен тігіп қойсаңыздар болады, жилетканың алды жабылу үшін. Ал қыздарға тапсырма тігіп қойсаңыздар болады. Келесі видеода баскамен тігілген жилетка түрін саламын. Менің каналыма өтіп, тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.